Саламатсыңдар балалар. Біздің бүгінгі сабағымыз өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез. Бүгінгі сабақтағы негізгі ұғымдар: гамета, гаметогенез, көбею, өсу, оогенез деген ұғымдарға қысқаша тоқталатын боламыз. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай, сперматозоид және жұмыртқа жасушаның құрылысы көрініп тұр. Біз сперматозоид, акросома, ядра, цитоплазма және құйрық, митохондриядан тұратынын білеміз. Аналық жасуша, жұмыртқа жасушасы, ядра, жұмыртқа жасушасының қабығы және сәулелі тәжінен тұрады. Енді балалар, осыған біз қысқаша тоқталайық. Жалпы гамета дегеніміз не? Біз жыныс жасушаларын гамета деп атаймыз. Ол аталық сперматозоид және аналық жасуша, жұмыртқа жасушалар. Бұлар ұрпақтан ұрпаққа генетикалық ақпаратты беру маңыздылығы бар. Көбею кезінде аталық, аналық гаметалардың қосылу үдерісін біз зигота деп атаймыз. Зиготада диплоид жиынтығы гаметалар пайда болады. Олар әрбіреуі организмнің генетикалық ақпаратын ұрпақтан ұрпаққа беріп отырады. Жалпы соматикалық жасуша бұл ағзаның барлық тіндері мен мүшелерді құрайтын жасушалар. Олар жыныс жасушаларының гаметалардан өзгеше және мынандай өзіндік ерекшеліктері болады. Өткен сабақта біз митоз бөлінуге байланысты ақпараттарды қарастырдық, және өздеріңіз мына жерде көріп тұрғандай, ағзаның барлық мүшелері митоз бөліну арқылы үдерісі жүрілетінін білдік. Енді онда соматикалық жасуша диплоид хромосомаларды тасымалдауы, көбею тәсілдері, функционалдық әртүрлігі және ұзақ өмір сүруі, генетикалық тұрақтылығы. Енді осындай ерекше қасиеттерін мына жерде балалар мен сіздерге талдап жеке-жеке ақпараттарды көрсеттім. Енді осы соматикалық жасушаның негізгі осындай қасиеті болса, онда гаметогенездің көбею кезеңі, өсу кезеңі, пісіп жетілу кезеңі, қалыптасу кезеңі деген 4 кезеңнен тұрады. Енді әрбір кезеңге тоқталайық балалар. Жас жыныс жасушалар үздіксіз митоз бөліну арқылы көбейіп, сперматогенездің алғашқы аталық жыныс жасушаларын түседі. Одан кейін барып өсу кезеңі басталады. Өсу кезеңде митоз және миоз аралығында интерфаза кезеңі, осы кезеңде ДНК матрициялық жолмен еселенеді, көректік заттардың қоры жиналады. Митоз кезінде оны өткенде қарастырғанбыз. Осы кезеңнің соңында әрбір диплоид жасушаның құрамында 2 хроматидінен тұратын хромосома болады. Бұл кезде бөлінуге дайын тұрады. Сперматогеналардың біріншілік сперматоциттерге айланады. Сперматоциттердің көлемі 4 есе ұлғаяды. Енді осыдан кейін пісіп жетілу кезеңі басталады. Миоз процесі жүреді. Диплоиды аталық жасушадан 4 гаплоидты жыныс жасуша қалыптасады. Хромосомалардың саны 2 есе азая бастайды. Одан кейін қалыптасу кезең. Әрбір сперматозоидтың 4 сперматозоидтан жетіледі. Сперматозоидтың толық қалыптасып бастайды. Және де активтің қамтамасыз етеді. Энергия керек қойын жасушаның бөлінуіне. Жұмыртқа жасушалардың көректік заттардың негізгі қорлары осы қалыптасу кезеңде жинақтала бастайды. Және де бұл аталық гаметогенез кезіндегі сперматозоид пен оогенездің арасында айырмашылықтары болады.
Овогенез кезінде, овогенез дегеніміз аналық жыныс жасушаның пісіп жетілу кезеңі екенін біз білеміз. Бұл кезеңде көбею кезеңінде овогениялар алғашқы аналық жасуша түзіле бастайды. Екінші өсу кезеңінде, өсу аймағында біріншілік овоциттер түзіледі. Овоциттер жасушаларда рибонуклеин қышқылы, рибосомалар, нәруыздар, тағы басқа қарқынды қажетті деген заттар қарқынды синтезделе бастайды. Пісіп жетілу кезеңінде мейоздық бірінші бөліну процесс, екіншілік овоциттер менен пісіп жетілген овоциттер, жұмыртқа жасушаларды айтамыз ғой, овоциттер деп дами бастайды. Өте ірі көлемді овоциттер пісіп жетіледі. Сонымен қатар ыдырап кететін 4 бағыттаушы денешік пайда болады. Жаңа пайда болған 4 жасушаның бір овоцитке айланады, үшеуі бағыттаушы денешік болып есептеледі. Сондықтан осыменен жаңағы сперматозоидтың пісіп жетілуінен айырмашылығы болады. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай митоз кезең, интерфаза кезең және мейоздың бірінші кезең, мейоздың екінші кезең. Міне жаңағы айырмашылығы мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, ұлтану кезіндегі жаңағы 3 бағыттаушы денешік пайда болды. Жаңа бір овоциттер пайда болды. Осы овоциттер көбеюге, ұрықтануға қатысады да, мына 3 денешік ары қарата тіршілігін жоя бастайды. Жұмыртқа жасап сперматозоидпенен қосылып зиготаны түзеді. Енді осыған байланысты көбеюдің тағы бір түрі бар, балалар. Бұл түрін біз партеногенез деп атаймыз. Партеногенез бұл жаңағы ұрықтанусыз аталық, яғни аталық гаметтердің қатысуынсыз аналық қордан жаңа бір организмнің даму процесі. Сіздердің оқулықтарыңызда қыз туу деген мағынаны білдіреді деп көрсеткен. Сондықтан бұл өсімдіктерде де, жануарларда да, қарапайымдыларда да кездеседі. Партеногенездің ерекшеліктері ұрықтанусыз көбею, генетикалық ақпараттың ұқсастығы беріледі. Гаплоид немесе диплоидтық даму ерекшеліктері. Партеногенездің түрлері табиғи партеногенез. Бұл жануарлар мен өсімдіктерде болады. Мысалы, жануарларда бала аралар мен құмырсқалар, кейбір кесерткелер, жыландардың партеногенез арқылы көбею үдерісі болады. Өсімдіктерде кейбір гүлді өсімдіктер оның ішінде бақ-бақ, тағы басқа өсімдіктер жасайды. Жасанды партеногенез үдерісі бұл зертханалық жағдайда химиялық, физикалық механизмдердің әсерінен жүргізетін әдіс болып келеді. Қазіргі кезде биотехнология, генетикалық зерттеулерде пайдаланады. Енді партеногенездің әсері жылдам көбейеді, популяцияның тұрақтылығын сақтайды, генетикалық тазалықты сақтайды. Бір жағынан бұл енді пайдалы әсері деп айтуға болады. Партеногенез табиғатта ерекше бір құбылыс, ол көбею эволюциялық икемділігін көрсетеді. Жалпы енді балалар, тапсырмаға осы берілген А, Б, С, берілген А, Ә және Б деген тапсырмалар сіздерде беріліп тұр. А-да сперматозоидтың құрылысын анықтау, Ә-да жұмыртқа жасушасының құрылысын анықтау, мына берілген сандарға байланысты. Енді бұл тапсырмада оқулықтың 13-ші беттегі 6 тестке жауап беріңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.